Саламатсыздар ма көрермендер? Бүгін бізде қосымша артқы стоп қою, яғни бізде көбінесе мына ортаға қойылады, ішінен қойылады. Стоп бар. Бізде ол үшін не істейміз? Стоп бар. Бірінші қоямыз, және оның екі проводы шығады бізде стоп барда. Оның проводын біз автокөліктің сол жағымен жүргізіп, мына фишкаға дейін әкелеміз. Яғни бұл автокөліктің артқы фонарларының фишкасы. Ал енді біз оны қалай білеміз? Неміс автокөліктерінде бізде қоңыр провод. Бізде және теріс провод, яғни біреуін қоңыр проводқа жалғаймыз, қорықпай. Ал екінші проводын, яғни біз стоп сигналдың проводын біз тормоз арқылы, басу арқылы табамыз. Давай, тормоз бас. Бізде міне тормоз жанды, ал бізде міне жақта тормоз қайсы екен. Контролька құралы. Контролька құралын минусқа береміз бірінші бір жағын. Екінші жағымен біз фараны тексереміз енді. Біреу жанды. Бәрін тексеріп шығамыз. Бізде артық ештеңке жоқ па? Мынау жанып тұр. Енді тормоз жібер. Өшті. Қайттан бас. Бас тормоз. Бізде осы. Енді осы проводқа алып, екінші проводын жалғаймыз. Яғни біреуін біз қоңырға жалғадық, екіншісін осы біз тапқан проводқа жалғаймыз. Яғни бізде бұл затқа қосымша сақтандырғыш қоюдың керегі жоқ. Яғни оның өз сақтандырғышы бар. Сол кезде бізде автокөлік енді ортасы да жанатын болады. Яғни қосымша орта стоп сигналы. Біз осылай жалғанады. Назар салғандарыңызға рахмет.